Сәлеметсіздер ме, құрметті қыз-келіншектер. Мен Алтыбаева Бибинур, РМ клиникасының гинеколог-хирургы. Бүгінгі біздің тікелей эфиріміздің тақырыбы ол гидросальпинкс және де басқа да тақырыптар бойынша сұрақтар қойсаңыз болады. Алдымен мен сіздерге гидросальпинкс не екенін айтып кетейін. Ол үшін бірінші сіздерге көрсетемін ол не екен. Негізі гидросальпинкс деген ол қалыпты жағдайдағы жатыр түтігінің қандай да бір қабыну процестерінің әсерінен ішіне қабыну сұйықтығының жиналуынан қапшық сияқты үлкейіп кетуі. Қазір мен сізге көрсетейін. Біздің операциямызда, менің операциямда осындай бір практика. Маған айта келетін болсақ, бізде матка. Мына жерде труба болу керек, да? Вот труба должна вот как мына қалам сияқты өлшемі. Мына жағдайда сәл үлкейген, испаечный процесс болған. Көрдіңіздер ма? Яичниктің сыртынан и оң жақтың трубасы қараңыз. Вот диаметр, смотрите, трубы. Бұндай болмау керек. Ішіне сұйықтық жиналған. За счет этого на труба уже жарамайды, оң жағындағы труба. Сол жағындағы труба на спайкілерді алып тастаған соң тексеріледі. Жақсылап, ұшын көрдіңіз ба? Мына жерде жақсы көрінбей тұр. Кейін біз спайкілерді алып тастаған соң трубаның ұшын көрдік. Ол жерде спайкіге толған, жарамайды, жидкость жиналған сұйықтық. Соның әсерінен біз ол трубаны алып тастадық. Мына жерде уже спайкілерді алып жатырмыз. Бұны көрсетіп жатқан себебім көбісі, пациенттердің көбісі бұл видеоны мен көрсеткен себебім көп пациенттер трубамды сақтап қалыңыз өтініш, гидросальпинкс болса да сақтап қалыңыз деп өтініш сұрайды. Бірақ мен түсіндіріп айтамын, не үшін ондай труба сақталынбайды. Әрине, оның бәрі операция кезінде шешіледі. Гидросальпинкске алып келетін себептердің бірі ол бұрын инфекциялық аурулармен ауырған болса, немесе қандай да бір себептерден малы-тазға операциялар болған болса, бұрынғы алдыңғы кездері соның әсерінен болуы мүмкін. Гидросальпинкс деген ол қандай да бір себептерден трубаның ішінде спайкілердің пайда болуынан ол жартылай бітеліп қалуы мүмкін, немесе толығынан бітеліп қалуы мүмкін, сыртынан ішінен спайкілер болғандықтан. Бос жатпайды труба. Соның әсерінен ішінде кірпікшелер өзінің қызметін атқармайды. Ол кірпікшелер қандай қызмет атқарады? То есть транспортировка қызметін атқарады. Кірген сперматозоид сол түтікшелерден өтіп, яичниктегі яйцеклеткамен қосылғаннан кейін сондағы эмбрион уақыт өте келе түтікшелерден өтіп маткаға түсу керек. Сол процеске отвечать ететін ол кірпікшелер. Ол кірпікшелер жұмыс істемеген екен, ол труба өкінішке орай өзінің қызметін атқармайды. Яғни су жинауы мүмкін, воспаление болуы мүмкін, ішінен бітеліп қалған болуы мүмкін, түгелдей немесе жартылай бітелген болуы мүмкін. Неге бұндай трубаны алу керек? Егер қандай да бір себептерден бір жағымызда ғана гидросальпинкс, екінші жағымызда өтетін болса, мысалы береміз болды делік, маткаға түсті делік, жаңа сау трубамыздан, мысалы бір жақтан айтып кететін болса. Сол кезде мына жерде эмбрион тұрған екен, мына жердегі периодический воспаленный су, мына жері жартылай ашық жабық болса, маткаға түсіп тұруы мүмкін, да. Соның әсерінен эмбрион да выкидыш болып қалуы мүмкін кішкентай срокта. Бір себеп. Екінші себеп, эконың алдында неге сіздерді гидросальпинкспен алмайды? Сол себеп болып тұр. Өйткені эмбрион подсадка жасаған кезде, мынау егер трубаңыз воспаленный су болса, сол су периодически маткаға түсіп тұруы мүмкін, периодически брюшной полосқа түсіп тұруы мүмкін. Содан мынау эмбрион жабысқан жерінен түсіп қалуы мүмкін. Ол бір себеп. Екінші себеп, ол уақыт өте келе мынау трубаңыз су жиналған екен, ол су енді қабыну суы ғой, уақыт өте келе ол іріңге айналып жарылып кетуі мүмкін. Ол кезде сіз түнде болсын, күндіз болсын, экстренный операция жасап қалуы мүмкін. Ал экстренный операциялар білесіз, ол асығыс болғандықтан сапасы төмен болуы мүмкін. Немесе лапароскопия аппараты жоқ мекемеге түсіп қалсаңыз, ол жерде лапароскоппен жасамайды, кәдімгі традиционно кесіп ішті жасайды, да. Ол, яғни сіз ита өзіңіз егер бала анау болғыңыз келіп жүрсе, еще сондай операция болса, тағы да ол себеп болады, да, көтере алмаудың. Гидросальпинксті көп сұрайды, лечениесі бар ма, дәрілермен, тампон, пиявкалар дейді, гризолечение дейді.
практикада біз олай көрдік, лечить етіп, бірақ ешқандай ол бізге нәтиже берген жоқ, тек қана біз уақыт өткізіп. Яғни уақыт өткен сайын білесіздер, яйцеклетканың запасы төмендейді. Уақыт өткенде максимум нужно 1 ай, менің ойымша өзім 1 ай күтуге болады. То қандай жағдайда, о размеріне қарау керек. Қалыпты жағдайда, например, гидросальпинг осындай размерде осындай размер, там 2,3, 4,5, 8,2 деп айту қиын, өйткені ол УЗИ-да басқаша размер беріп тұруы мүмкін. Ал біз операцияға кіргенде ол басқа размер болуы мүмкін. Иногда болады да, что рентгенмен трубалар тексереді өткізгіштігін. Сол кезде гидросальпинг анықталады. Ол яғни истинный гидросальпинг емес, ложный болуы мүмкін. Ол қалай? Матканың ішіне контраст жіберген екен, ол трубаларға бару керек. Егер трубалардың аузы шығатын жер фимбриялар, осылар бақырама, бос жатады да, қандай да бір себептерден жабық болса, бірақ мынаның ішіне ешқандай жеткіс жиналмаған болса, жаңа контраст кеп ары қарай шыға алмай мына жерге жиналып қалады. Гидросальпинг сияқты снимкта солай түседі. Но ол со временем может рассосаться, именно контраст, воспаленный сұйықтық емес, контраст со временем рассасываться етіп, но қайтып қалыпты жағдайға түсу мүмкін да, и сондықтан белгісіз болып қалады. Вроде ГСГ-да, гистросальпингографияда, рентгенде вроде гидросальпинг бар деді, ал УЗИ-да жоқ деп жатады. Неге ондай да случайлар болған? Ол сол себепті жаңа контраст жиналып қалған екен, как гидросальпинг көрінеді. Ал ол со временем рассасываться еткен екен, бір циклдан кейін УЗИ-ға түскенде ол гидросальпинг көрінбейді. Әрине, негізі егер жұп 2 жылдан артық барлық леченияларды алып, барлық обследованияларды өтіп, бірақ көтере алмай жүрген болса, золотой стандарт бойынша бірінші очередь лапароскопия жасау керек. Қазіргі заманда ол лапароскопия деген бір анау айтқан қиын операция емес, ол бұрын кездері басында басталған кезде сондай болған шығар. Бірақ қазір 21-ші ғасыр дамыған заман болғандықтан лапароскопия идет как диагностика плюс. То есть ұзақ болатын операция емес, малоинвазивный да, үлкен разрездер жасалынбайды. Яғни сіз 2 жылда причинаны білмей жүрсеңіз, не үшін көтере алмай жүргеніңіз, вроде анализдеріңіздің бәрі жақсы, гормондарыңыз жақсы, ешқандай инфекциямен ауырмағансыз, жолдасыңыздың спермограммасы жақсы да, бірақ причинаны білмейсіз, не екен. Онда золотой стандарт ол лапароскопия. Уже лапароскопияға кірген соң бәрі белгілі болады. Трубаларда ма причина, яичникте ма, басқа да эндометриоз, спайк бар ма, жоқ па, сол кезде білуге болады. Сондықтан құрметті қыз-келіншектер, гидросальпинг туралы көп сұрақтар болады. Сақтап қалуға бола ма, сақтап қалуға бола ма? Негізі ол во время операции 100% белгі болады. До операции беседа болады пациентпен. Қандай жағдай болуы, қандай мүмкіндік, қандай кезде алынады, қандай кезде алынбайды, оның бәрі сол кезде талқыланады. Бірақ практика көрсеткенде 90% жағдайда ондай трубалар алынады. Өйткені егер оны алмасаңыз, сізде гидросальпинг тек бір жақта ғана болатын болса, уақыт өте өтеді, ол екінші жаққа да өтуі мүмкін, екінші жағыңызда өтеліп, гидросальпингке айналуы мүмкін. Сондықтан менің ойымша қазіргі заманда уақыт жоғалтудың қажеті жоқ, және де өздеріңізді, денсаулықтарыңызды күтіп, өздеріңізді организм ағзаларыңызды сыйласаңыздар, онда жоғары квалифицированный дәрігерлерге көрініп, құр жүре бермей, тексеріліп, емделу керек. Сол сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, сізге жауап беруге тырысамын. Бибінұр Мырзақасымовна, сізге сұрақтар бар екен. Қазір мен осында оқып, сізге жауап беруге тырысамын. Мен гинеколог-хирургпын, бүгінгі тақырыбымыз ол гидросальпинг. Эмбрион салынғаннан кейін анаға қай уақытта білінеді баласы. Гүлнара, ол енді әркімде әртүрлі ғой. Оны өзіңіздің репродуктологыңыздан сұрасаңыз болады. Мен ойымша ол кісі сізге жауап береді, өйткені ол сіздің
ағзаңызды менен жақсы біледі екен. Бүкіл анализдер сол кісіге тапсырып көрсеттіңіз, сол кісі эмбрионды қойды. Уже көрдіңіз ғой, нюанстар бар да. Сондықтан сол кісіден сұраңыз, жауап береді ол кісі сізге. Саламатсыз ба, көтере алмай жүрмін, проходимость труб жоқ. Жоқ, тазартуға бола ма? Без операция. Проходимость неліктен болмайды, түсіндіріп өтсеңіз бола ма деді. Жасыкова мен айтып өттім, не үшін болмайды. Ол туралы менде отдельный постта бар. Кейін осының астына хэштег істеп қоямын, сол бойынша толық оқып шықсаңыздар болады. Ол туралы айта кеттім. Қайталанған сұрақтар болса, келесі сұраққа өте беремін. Хорошо, ренжімеңіздер. Сіздерде бүйректегі тасты алуға бола ма? Екі арыз біз ондай операция жасамаймыз, біз гинекологиялық операция жасаймыз. Бірақ қалада лапароскопический жолмен жасайтын жақсы дәрігерлер бар. Біздің уролог дәрігерлерге жазылып кесеңіз болады. Кеңес бәрін түсіндіріп сізге айтады. Бізде жақсы, жоғары дәрежелі екі урологымыз бар клиникада. Мен осы Ирем Шымкент клиникасына операция жасатын докторлар керемет, қолдары жеңіл. Рахмет, Смайл. Киста желтого тела овуляциядан кейін пайдалы бола ма, опасны ма? Санчо, киста желтого тела деген овуляциядан кейін пайда болады, я возможно. Опасно ма дегенде оны наблюдать ету керек. Обычно ондай кисталар функциональный болғандықтан келесі циклда уже жоқ болып келеді. Өзінен өзі, оның лечение не требуется, лечение керек емес. Сәлеметсіз бе, маған 2019 жылы лапароскопия жасады. Екі жақта рентгенге түскенде ампулярный отделда проходимость жоқ деген спайка болған деді. Турбамды алған жоқ. Одан кейін тағы проблема бола ма? Ауритта Нұрланова, 2019 жылы жасаған болсаңыз, сіз қанша уақыт жоспарладың және қанша уақыт болмады сізде береміз. Өйткені уже уақыт өтіп жатыр да, сізде 2 жыл өтті после операция. Репродуктолог, егер көтере алмай жүрген болсаңыз, 2 жылдың ішінде онда репродуктологқа көріңіз. Өйткені сол причинаға бола қайтадан сізге ешкім операция жасамайды лапароскопия. Эфирге енді кіріп жатырмын, тыңдап үлгермедім. Эфирді сақтап қоясыздар ма? Әрине сақтап қоямыз. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер сол кезде. 4 жыл болды, жүктілік жоқ. Жақында труба аштырдым. Экосы көтеруге бола ма? Исаева Севара, егер трубаңызды лапароскопический кірген кезде аштық десе, онда сізге өзіңіздің гинекологыңыз жаңағы операция жасаған уақыт беру керек. Осынша уақыт өзіңіз көтеруге әрекет жасаңыз. Егер өзіңіз көтере алмай жатсаңыз, онда репродуктологқа көріну керек. Орта статистика бойынша бізде 6-9 ай береміз после операции. Одан кейін көтере алмай жатса, уже репродуктологқа или сол операция жасаған дәрігерге қарауы керек. Саламатсыздар, эмбрион. Көп сұрақтар репродуктологтардың сұрақтары екен, сондықтан маған қатысты сұрақтар болса айта кетіңіздер, жауап беремін. Диагностика лапароскопия, труба ашты деді. Енді операциядан кейін спайка пайда болу рискі бар ма? Санчо, әрине бар, потому что әр организм индивидуален. Бір организмдер бар, спайка болмайды. Бір организм бар, спайка болады. Негізі после операционной спайка, после операции 7-8 күні пайда болады. Егер сіз после операции сразу активизировать етсеңіз, яғни тұрып жүрген болсаңыз, риск төмендеу. Разрыв кисті болған еді, операциядан кейін месячный келмей қалды. Енді не істесем болады, тек эко жасатамын ба? Так, Балабекова. Жақсы гинекологқа сізге көріну керек. Выпискаңызды алып келіңіз, операция болған протоколды біз көрдік. Одан кейін мен сізге айтамын. Бұл жерде видите, толық информация сіз туралы жоқта, қандай киста болды, не істеді, қандай ол кезде турбаларыңыздың жағдайы қандай болды. Бұл жерде причина только яичник емес, басқа причиналар болуы мүмкін себептер. 40 жастан асқан әйелдерге эко жасатуға бола ма дейді. Әрине болады. 45 жастан асқандарға да жасап жатыр біздің клиникада.
Гүлнара эмбрион салынғаннан кейін 2-3 күн болды, белім бүйрегім арасында ауырып жатыр, ол қауіпті емес па? Гүлнара, ол қауіпті болуы мүмкін. Өзіңіздің репродуктологыңызға тікелей хабарласыңыз. Ол сізді менен жақсы біледі. Саламатсыз ба? Мен лапароскопия жасаттым. Ғалия Баркибаева. Көтермей жатырмын, бәрібір 3 ай болды операция жасатқаныма. АМГ 0,72 дейді. Маткада 2 рубец бар. Маған фото протокол бере ма? Оны репродуктолог дәрігерден сұрайсыз. Мен ол жағын сізге айта алмаймын. Так, саламатсыздар. Сұрақтарыңыз болса қоя қойыңыздар. 37 жастамын, эко жасатуға бола ма? 3-6 шығар, шатасып жатқан шығарсыз. Болады әрине, болады. Сәлеметсіз бе? Оң жақ маточный трубада жидкость бар. Алдыру керек, эндометрит бар маткада 10 мм. Қалай портал алса болады сіздерден. Алиева Буайда. Так, ол үшін сіз бізге келесіз консультацияға, УЗИ қағазыңызды, басқа да анализдеріңізді алып келесіз. Біз сізді очередьқа қоямыз, сол очередь бойынша өзіңіздің участковый гинекологыңызға барасыз. Біз берген направление бойынша, жолдама бойынша участковый гинекологыңыз сізді бізге порталға қояды очередьпен. Трубаны қалай ашыртады? Лапароскопиямен ашыртқанда до операции сізге консультация керек, жақсы гинеколог хирургтың. Егер трубаларыңыз жабық болса, оны қалай анықтайды? Егер рентген снимок болса, соны алып келіңіз, немесе УЗИ-мен тексерген болса, соны да ала келіңіз, көру керек. 0,36 болса да жасайды. Оны айтатырмын сіздерге репродуктолог дәрігермен ақылдасып, сол кісіден кеңес алу керек. АМГ ол бірақ показатель ғой. Одан басқа да показательдер бар. Гистероскопия жасау міндетті ме ЭКО жасатар кезде? Ауритта Нурлановна. Гистероскопия перед ЭКО. Яғни сіздің репродуктолог дәрігеріңіз сізді УЗИ-дан көргенде нәрсеге подозрение болған, немесе эндометрий полость матканың іші ұнамаған болса, әрине гистероскопия жасалынады. Егер чисто диагностика болса, биопсия алынады. Керек болған бәрі репродуктолог дәрігер направлениеға жазып береді. Егер репродуктолог дәрігер сізге жасату керек десе, яғни жасату значит керек. Өйткені ол кісілер сіздердің қамдарыңызды ойлайды, сіздердің ана болғандарыңызды ойлайды. Біздің бәріміздің мақсатымыз сол бір, сіздерді ана болу, сіздің де мақсатыңыз сол. Сондықтан менің ойымша өзім егер пациент болсам, дәрігеріне айтады, соны істеймін да өзім, өйткені ответственно, өзіне ответственно относиться етемін. Сондықтан дәрігер бұл нәрсе ойыншық нәрсе емес. Егер істету керек десе, істету керек. Гүлдана Нұржан, переностан кейін дәрігеріңізге хабарласыңыз, оны бұнда сұраудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Срочно дәрігеріңізге хабарласыңыз. Сәлеметсіз бе? Мен операция істегеніме 4-5 ай болды. Жидкость алдырған, әлі көтермей жатырмын. Фолликула жарылды, бәрі дұрыс, неден екен? Операцияны қайда істеттіңіз? Қандай жидкость жарылғанын мен алдырғанын түсінбедім. Сонда трубаңызды сақтап, тек жидкостьті алдырттыңыз ба? Ондай труба ол жидкость болған екен болды ғой, онда ішінде кірпікшелер жұмыс істемейді, ол жұмысын атқармайды деген сөз. Мне кажется, оны трубаны егер шынымен жидкость болған болса, алып тастау керек еді. Егер екінші трубаңыз ашық болса, жақсы болса, сол екінші трубамен көтеру шансыңыз сізде 70%. Это очень хороший показатель. Қыздар, көп сұрақтарыңыз репродуктология бойынша екен. Біздің репродуктолог дәрігерлерде прямой эфирға шығып тұрады. Сұрасаңыз болады, или регистратураға жазылып, сол кісілердің кеңесіне келіңіздер. Бүгін бізде гидросальпіңіз тақырыбы қозғалып жатыр. Сол бойынша сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Так, сәлеметсіз бе? Мен месячным 15-іне соңғы мартта келді дейді. Соңғы мәрте келді. Шілдеден бері месячным жоқ. Қай айда тіркеуге тұрсам болады? Мен түсінбедім. Неге тіркеуге?
менде бір трубам жоқ, екінші трубам жартылай ашық дейді. Экоға дайындалып жатырмын. Ол зиян ба көтергеннен кейін дейді. Жансая Аманжолова. Екінші трубаңыз жартылай ашық екен, қалай білдіңіз? Өзіңізде бәрі жақсы ма? Егер өзіңізде гидросальпингсқа подозрение болмаса, онда қауіпті емес. Мен бір ай бұрын түсіп тастадым, одан кейін месячный келген енді 10 күн өткен соң 4 тамшы қара қан келді. Ол дұрыс па? Замира, негізі түсіп тастағаннан кейін келесі етеккір келгеннен кейін, етеккірден кейін контрольный УЗИға түсу керек екен. УЗИға түсіп көріңіз, сосын дәрігеріңізге барыңыз. Гидросальпингс бүгінгі тақырыбымыз. Және басқа да сұрақтар бойынша қойсаңыз болады, именно оперативный гинекология бойынша. Эльмира, бала көтергем біз беременналарды мен жүргізбеймін. Бізде астындағылар ол сұрақты регистратураға звондап сұрасаңыз болады, қандай дәрігерлер береміз жүктілікті жүргізетін туралы. Бүгінгі тақырыбымыз гидросальпингс. Ол қандай кезде труба алынады, қандай кезде алынбайды, ол туралы айтып кеттім. Ол туралы өзімнің парақшамда да бар, біраз информация оқып шықсаңыздар болады, қазақшада, орысшада бар. Сол бойынша сіз егер үлгермеген болсаңыздар, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Гидросальпингс не, ол ауру ма деп сұрақ қойып жатыр. Гидросальпингс деген ол жатыр түтігінің қабыну сұйықтығымен, воспалительная жидкость деп атады, белгілі бір себептерден қабыну жидкость ішіне толып, ол жидкость не труба жақтан ешін жаққа, не марка жаққа төгілмейді, содан ішіне жиналып қалады. Содан карандаш сияқты трубамыз үлкен өсіп кетеді, не блокажка сияқты. Қарапайым сөзбен айтқанда, соның әсерін айтамыз біз. Ол ауру әрине гидросальпингс, гидро деген су деген сөз. Сұрақтарыңыз бар ма осы бойынша? Ондай труба, к сожалению, жарамайды. Қыздар қайта айта кетейін. Ондай трубаны дәрігерден сақтаңызшы деп сұраудың өзі қате. Оны дәрігер егер келіскеннің өзінде де ол да менің ойымша қате деп санаймын. Кейбір дәрігерлер бар, сақтап қаламыз трубаңыз ішін жуып шығамыз деп. Ол будущем ол трубаңыз жарамайды, во-вторых, қайтадан гидросальпингс болып қалуы. Ол гидросальпингс потом іріңге айналып, экстренный операция болып қалуы. Получается, сіз өз-өзіңізге зиян келтіріп жатсыз, уақыт өткізіп жатсыз. Екінші трубаңызда кейін сондай болып кетуі мүмкін, екінші трубаңыз сау болса. Ал егер екеуі де өкінішке орай гидросальпингс болса, онда трубаларды алып экоға бару керек. Бұл мен сіздерді қалай істеу керек екен бәрін түсіндіріп айтып жатырмын да, ол үміттендіріп айтсам ертең ренжисіздер, дәрігер неге солай айтпадыңыз, сіз шындықты айтпадыңыз, мен осылай істейтін едім, уақыт жоғалтпайтын едім, ондай пациенттер болған. Гидросальпингс несін тазалатып, трубасын сақтап, 10 жылдап, 15 жылдап жүріп, кейін неге маған сол кезде сол дәрігер солай айтпады, мен осылай жүре бермейтінем ғой, экоға баратынем ғой, или басқа жолдарын істейтінем ғой деген сияқты. Сондықтан өздеріңізді, денсаулықтарыңызды уважайте. Сондықтан ондай нәрселерге грамотно болыңыздар, ондай нәрселерді білулеріңіз керек. Мына оны қалай білеміз? Ауру ма, ауырады ма, қан кетеді ме? Ол ауру болса? Ол симптом болуы мүмкін, болмауы да мүмкін. Болевой симптомдар оң жақ, сол жақта, ішін астында. Одан бөлек иногда болмайды, просто чисто на УЗИ анықталады. Егер кішкентай енді басталып келген гидросальпингс болса. Егер ол хронический, то есть 5-6 айлап, 1-2 жылдап болған болса, ол уже болевой синдром береді. Жағыңыз тұрғаныңыздың орнына ауру мүмкін. Ол ауру болса, бала көтере алмауы мүмкін. Екі жақта болса, әрине, бір жақта болса да көтергеннің өзіне ранее выкидыштар болып қалуы мүмкін. Но это не значит, что бәріне сондай болады. Мүмкін деген біз енді ол математика емес қой, что 80% точно айтатын. Ол организмге байланысты. Кәнеке қыздар, сұрақтарыңыз бар ма?
тақырыпты көрсеңіздер болады, мында жазылған гидросальпинг деп. Так, областной больницада жасаттым, 2 трубкада да жидкость болған, қазір жоқ, алдыртып тастау керек еді дейсіз, трубкасы көтере алмай қалам ғой, сонда менде шанс жоқ па? Мадина, егер шынымен сізде гидросальпинг болып, трубаларыңыз сақтап қалған болса, ондай труба уже жарамайды. Во-первых, во-вторых, қайтып гидросальпинг болып қалуы мүмкін. Ол кезде шындықты, мен сізге шындықты айтып отырмын, ондай трубалар жарамағандықтан, только екі трубада сондай болған болса. Ал егер біреу ғана болған болса, онда өзіңіз көтеруге шанс бар. Так, қайталанған сұрақтар бар. Сонда трубадан жидкость алдырған адам только экоға бару керек бар. Мадина, ол айтып отырмын ғой, бұл кеңеске келуіңіз керек. Выпискаңызды алып келіңіз, протоколыңызды алып келіңіз. Ол операциядан кейін қанша жыл болды көтере алмай жүрген? Или қанша уақыт болды? Егер недавно жасатқан болсаңыз, онда пытайтесь беременеть. 6 ай, 9 ай. Но 6 ай, 9 ай көтермесеңіз, өзіңізді ойланыңыз, неге көтермей жатыр мен трубаларымды ашып берсін? Онда үш дәрігерге бару керек. Репродуктологқа или сол операция жасаған дәрігеріңізге хабарласып көріңіз. Егер ол кісі приемда жүргізетін болса. Сәлеметсіз бе, Шымкент РМ журналы кісі айтамын. Подсадка болды, результаты күтудемін. Ол нәтиже берсе екен. Әсем, құттықтаймын сізге, сәттілік тілеймін, жақсы жаңалық күтеміз сізден. Удачи сізге. Сұрақтар таусылған сияқты. Егер сұрақтарыңыз болмаса, кейін көріп жатсаңыздар эфирді комментарийға сұрақ қойсаңыздар болады, жауап беруге тырысамыз. Жақсы, онда қыздар, бағыттарыңызға сәттілік, денсаулықтарыңызды күтіңіздер, ауырмаңыздар. Сау болыңыздар.